келіп соғады. Егер заңсыз тарататын болса, яғни дінтану сараптамасының оң қорытындысын теріс қорытындысын алған кітаптар болатын болса, материалдар болатын болса, оларды алу, қолдану, тарату, әрине ол әкімшілік құқықтық кодекстің талаптары негізінде жауапқа тартылатындығы белгілі. Діни әдебиеттерді, діни мазмұндағы ақпараттық материалдарды тарататын түрлі орындар бар. Яғни әртүрлі әлеуметтік желілерден табуыңызға болады. Бірақ олардың көпшілігі адамды адастыруы мүмкін, олардың көпшілігі дұрыс ақпарат бере алмауы мүмкін. Сондықтан да дұрыс ақпаратты алу үшін, сенімді көздерден алу үшін осындай арнайы белгіленген орындардан ғана алуды жөн санаймыз. Сенімді ақпарат көздерінен, сенімді жерлерден ғана діни кітаптарды, діни мазмұндағы ақпарат материалды алатын болсаңыз, оны қателеспейсіз. Ал басқа жақтан алу әртүрлі ағымдарға, не болмаса теріс жолдарға, не болмаса дұрыс емес бағыттарға жетелеуі мүмкін. Сондықтан діни кітап алатын кезде өте мұқият болуларыңызды сұраймыз. Егер сіздің жақындарыңыз деструктивті ағымдардың ықпалына түссе, немесе зардап шеккен болса, бізге конфессияаралық қатынастарды талдау және дамыту орталығына хабарласуды сұраймыз. Сондай-ақ, өзіңізді және жақындарыңызды ақпаратпен қорғау үшін әлеуметтік желілердегі ресми аккаунттарымызға жазылыңыз немесе веб-сайтымызға кіріңіз.